Достар, мына видеоны қараңдаршы, өте қызық. Екі музыкант жасанды интеллект арқылы музыка жасайды нөлден бастап, және оның сапасына таңғалады, қандай сапалы, күшті жасалған деп. Және жасанды интеллект арқылы әншіні жасайды, яғни нөлден бастап бір әншінің келбетін жасайды, және ол өлең айтатын болады. Ойдан шығарылған балама инди әншінің шашы аватарын жаса және оған ат ойлап тап. О, вау. Sadie Winters. Sadie Winters. Жарайды. Ән оның бағасын ешқашан көрмеген біреуден алыстап кету туралы. Ендеше мен әннің мәтінін құрастырамын. Тоқташы, бұл қанша секунд болды? Бар болғаны 4 секунд па? О, құдайым ай, сен осының бірінде оқыдың ба? Әлде бәрібір ме? Маған бәрібір. Мәтінімді сала сал. 4 секундта шыққан мәтін бе? Иә, содан кейін Create'ті бас. Жаман емес. Біз қазір қайдамыз, Рик? Біз қай жерге тап болдық? Шынымды айтсам, бұл шынымен әсерлі. Айтуға тримай тұрмын. Достар, көріп отқаныңыздай, біз жасанды интеллекттің дамуының ең басындамыз. Әлі де ол дамиды, бірақ соның өзінде уже сондай күшті сапалы ән жасап, яғни бұл музыкальный индустрия полностью өзгеріп жатыр да қазір. Кез келген адам өлең жасай алады. Бірақ дегенмен сен музыканың маманы болсаң, сен деген бәрібір де жоғалып кетпейсің. Егер жақсы сапалы маман болсаң, тәжірибең болса, неге? Себебі саған бұл жасанды интеллект құралдары көмектеседі, көмекші болады. Ол толықтай адамды басып кете алмайды да әзірше. Әзірше сен шынымен де керексің. Бірақ қызметкерлердің саны азаяды. То есть бұрында 10 қызметкер керек болатын болса, қазір бәлкім тек қана 2 қызметкер керек. Кез келген салада бұл деген. Неге? Себебі оңай жұмысты, қайталана беретін жұмысты жасанды интеллект жасай алады жақсы, бірақ оларды сол жасанды интеллекттерді контролировать етіп, жұмысын қадағалап, басында жүретін бәрібір адам керек та. Бірақ көп адам керек емес, түсініп тұрсыз ғой да. Өте жақсы мамандар керек, бірақ көп емес. Сондықтан конкуренция өте көп болады. Сондықтан соған дайындалыңыздар. Мысалы, сабақ, әлі студент болсаңыз, оқушы болсаңыз, сабағыңызды жақсы оқыңыз, сол кезде сіз сол топ боласыз, жұмыс табасыз. Егер сіз уже жасыңыз келіп қалған немесе орташа жастағы біреу болсаңыз, жұмысыңызды қазір әзірше жұмыс бар, жасай беріңіз, жақсы маман болуға тырысыңыз. Осы жасанды интеллекттерді қолдануды үйреніңіз. Сол арқылы сіз өзіңіздің жұмысыңызды сақтап қала аласыз.